Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін миксерсіз жасайтын зебра пирогын дайындайтын боламыз. Яғни пирогымыз өте дәмі керемет боп, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де оны жасай аласыздар, және керемет болып шығады. Осылай пирогымыз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Айран үстіне бір ас қасық ас содасын салып, көпіртіп алып, осылай үстіне құятын боламыз. Жақсылап енді араластырамыз. Үстіне ерітілген сармайымызды салып, оны да жақсылап араластырып, електен өткізіп, ұнымызды да салатын боламыз. Електен өткізетін болсаңыздар, пирогыңыз өте үлкен керемет боп көтеріліп шығады. Ванилинімізді салып, араластырып, осылай жақсылап араластырамыз да, енді ыдысымызға теңдей 2-ге бөліп құятын боламыз. Осылай какаоымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып, енді тапамызды майлап, ағын қарасын араластыра құятын боламыз. Мінекей осылай араластырып алып, үстінен осылай сызып шығатын боламыз. Енді духовкаға 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіреміз. Мінекей біздің пирогымыз дайын, өте жылдам жасалынады. Асыққанда кешкі шайға жасасаңыздар, өте дәмі керемет боп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.